Қайырлы күн болсын баршаңызға. Мен бүгін дәмді әрі тез дайын болатын орам жапырақтан орама голубцы дайындайтын боламын. Маған ол үшін осындай мұздатқышта қатырылған орам жапырақ қажет. Оны осылай жапырақтарын жеке-жеке айырып аламыз. Мен бұл орам жапырақты түбіндегі қатты жерін кесіп алып тастап, бір күнге мұздатқышқа қойып, қолданардан 7-8 сағат алдын шығарып қойып, мұзы ергеннен кейін толықтай осылай жапырақтарын жеке-жеке айырып аламыз. Өте жұмсақ әрі ыңғайлы, ешқандай күшсіз, тез алынады. Осылай жапырақтарын толықтай айырып алдым мен. Өте әдемі, нәзік, қайнатқанға қарағанда әлде қайда жұмсақ, ешқандай сынғыштық жоқ. Уақыт жағынан да ыңғайлы, өте әдемі болып шықты. Енді арасында салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған тартылған ет, 2 дана пияз, алдын ала жібітілген күріш, қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер, тұз және бұрыш қажет болады. Бәрін салып осылай араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Енді орам жапырақтарымызды осылай түбіндегі қалың жерін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Ішіне салмасын салып, әдемілеп орап шығамыз. Осындай әдемі оралып шығады. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай бәрін дайындап алдық. Енді ыдысымызға орам жапырақтардың кішкентай жапырақтарын бірінші осылай жайғастырып аламыз. Оның үстінен дайын болған орам жапырағымызды осылай бәрін тізіп шығамыз. Енді үстінен тұз және лимон шырынын сығып, 2 стакан су құйып, 40-45 минутта баяу отта піскенше ұстаймыз. Біздің орам жапырақ дайын. Сондай жұмсақ, әдемі болып шықты. Сіздерге арасын кесіп көрсетейін. Арасы толықтай піскен, ешқандай да езіліп кетпеген. Кез келген дастарханның дәмінде, сәнінде кіргізетін тағамымыз дайын.